Шал ұжында атымен қамшу қаланған тараға түппен үлкен ата жамбым бар. Мала деген өз атам, ана жеген әжен, мен ұлата бақчала тәкен ба, екетші көйімбек. Аймаған дайындан бапенге көйімдек. Айым мен қарына бағуау және бақуат береді жанға үйенді көндел. Дай бағасын бендел. Құрақ көрпе тігіп жатыр бұта. Кел қас. Құрақ не? Құрақ көрпе деген ол ежелден біздің баяғы заманнан, ерте заманнан келе жатқан қол өнер дейді бұны. Құрақ көрпені біз қазақи өнерлермен жасайды. Онда қошқар мүйіз дейді, сегіз жапырақ дейді. Міне мынау осы төшікше қазір сегіз жапырақ қойып, сегіз жапырақ жасайды, гүл сияқты болады. Бұны көрпелерді жүннен, түйе жүннен, қой жүннен істейді төсшелерді. Мынау үйге қонақ келгенде төрге төселетін төсекшелер. Құрақ көрпе дайын болғаннан кейін біз дайын көрпенің сыртын тыстаймыз. Сонда төсшелер әдемі болады. Қазақ келіншектер, үлкен апалар, әжелер тоқып отқанда өлең айтатын, баяғыда көңіл күйлер жақсы болсын деп балаларға, осы қыздарға өнерлерін үйрететін. Қыздың инабаттылығы, әдемілігі осы құрақтарға байланысты бәрі. Сосын өлең айтамыз. Өлеңді мен сендерге халық әні Жетім аяуды орындап берейін өлеңді. Жарай ма? Қалайын ақ жүзің, айдан аппақ сендей жарды ер жігіттің қайдан таппақ дедім аяу. Көрген адам қасынан кете алмайды, мұз үстінде жүргендей тайғанақтап дедім аяу. Алмағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай, өтіп дәурен бара жатыр, сіз бен бізге білінбей ай.